25 есеп. Мұнда радиустары 4 см және 6 см болатын шеңберлер дейді. Яғни R1 4 см-ге тең, ал R2-міз 6 см-ге тең болатын екі шеңбер берілген. Бұл шеңбер бірінші нұсқада сырттай жанасса, олардың центрлердің арақашықтығы неге тең дейді. Енді мұнда ешқандай теореманы жаттап жатудың қажеті жоқ. Мен өзімде шамалы жаңағы теоремалар есте қатты сақтамаймын, негізгі мағынасын пайдаланамыз. Бірінші шеңберді салып аламыз, 4 см радиусы. Мен 4 см дегенді жаңағы екі торкөз қылып ала салам. Осындай бірінші шеңберіміз болсын. Радиус 4 см болатын. Шамамен осылай ұқсастырып саламыз. Мына аралық радиус 4 см делік. Бұл бірінші шеңбер. Радиусу центрі O1 болсын. Енді сырттай жанасатын дейді А нұсқасында. Сырттай жанасса, яғни бір ортақ нүктесі бар, және ол екінші шеңбер оның сыртында деген сөз. Осы жанасу нүктесінен екінші шеңберді салам. Екінші шеңбердің радиусы осы жанасу нүктесінен бастап 6 см, оны 3 торкөз қылып алайын. Мынау центрі енше. Осы нүктеден центрге дейінгі аралық радиус ол бізде 6 см-ге тең. Осында екінші шеңберді салам. Осылай салып алдық. Мынау бізде 6 см. Бұл екінші шеңбердің центрі. Сонда дейді, центрлердің арақашықтығы неге тең? Яғни центрлердің арақашықтығы бізде O1, O2, ол қаншаға тең? Мұнда көрініп тұр, мына аралық бірінші радиус. Осы нүктеден, жанасу нүктеден центрге дейін ол екінші радиус. Яғни R1-ге R2-ні қосамыз. Сонда 4-ке 6-ны қосамыз, 10 см екен. Енді дәл осылай Ә нұсқасын орындаймыз. Бірінші шеңберді саламыз. Енді мұнда іштей жанасады деп тұр. Іштей жанасады дегеніміз, яғни үлкен шеңбердің ішінде екінші шеңбер орналасады деген сөз. Бізде енді үлкен шеңбер ол 6 см диаметрлі радиусты шеңберіміз. 3 торкөз қылып алайын оны. Осындай бірінші шеңбер салынған. Так, мына оның радиусы. Жанасу нүктесі мына нүкте деп алайық. Центр O1 болсын. Радиусы 6-ға тең. Іштей жанасады дейді, яғни осы нүктеден, осы жанасу нүктесінен екінші шеңберді ішіне қарай саламыз. Осы нүктеден, жанасу нүктесінен радиусы 4 см. Біз оны 2 торкөз қылып алайық. Міне, мынау 2 торкөз, оның радиусы 4 см. Осындай екінші шеңберді саламыз. Міне, іштей жанасып тұр бір нүктеде. Оның радиусы мына аралық O2 центр болсын, бұл 4-ке тең. Сонда центрлердің арақашықтығын тап дейді. Мына жүршет табу қажет бізге. O1, O2-ні. Енді мұнда қарауға болады. Мына аралық бізде 6 см. Мына аралық екінші радиус 4 см. Енді біз мына аралықта мұнаны алып тастайтын болсақ, центрлердің арақашықтығы қалады, яғни R2 бізде 6 см. Одан R1-ді азайтып тастасақ, 6-дан 4-ті азайтамыз, 2 см-ге тең болады екен. Жиырмада 6-шы есеп. Мұнда 28-ші суретте сақина деп аталатын фигура кескінделген дейді. Яғни бізде 28-ші суретте осындай ішінен кіші шеңбер және оның сыртынан үлкен шеңбер салынған екен. Осындағы мына облыс боялған. Сондағы фигура кескінделген, осы фигураның анықтамасын тұжырымдаңдар дейді. Енді мұның анықтамасы бойынша қай облыс боялған? Мына екі шеңбермен шектелген облыс боялған, яғни сақина деп центрлес, яғни екеуінің центр ортақ екенін көруге болады.
центрлес екі шеңбермен, бізде шеңберлер, бірінші шеңбер, жаңағы, және де екінші шеңбермен шектеліп тұр. Міне осы аралықтар бізде сақина деп аталады екен. Екі шеңбермен шектелген облыс сақина деп аталады. 27-ші есепте бізде сурет берілген екен. Суретте шеңбер, мынадай шеңбер берілген, және де центр көрсетілген, одан кейін екі радиус, бізде О центрі, ОВ және ОА радиустары ішкі аймақ боялған. Осы боялған бөлік сектор деп аталады. Енді осы секторды өзіміз анықтамасын тұжырымдауымыз керек. Яғни сектор деп қандай бөлік аталып тұр? Мұнда байқауға болады. Бізде мынау центрі, мына ВА дегеніміз, ол бізде доға. Доға деп аталады. Осы доғаның ұштарын центрімен қосатын екеуі радиус. Яғни сектор деп доғамен және доға ұштарын, яғни мына ұштарын центрмен қосатын радиустармен шектелген дөңгелек бөлігі. Бізде ол сектор деп аталады екен. 28-ші есеп. Мұнда екі шеңбердің центрлерінің арақашықтығы D, және ол R1 мен R2 радиустарының қосындысынан үлкен дейді. Яғни, екі центрдің арақашықтығы бұл радиустардың қосындысынан да үлкен деп тұрса, мысалы үшін, мынау бірінші шеңбердің центрі, мынау екінші шеңбердің центрі, мынау бірінші шеңбердің радиусы болсын, жалпы мына екеуінің арақашықтығы радиустардың қосындысынан да үлкен, яғни біреуінің радиусы, екіншінің радиусы бұдан артық жаңағы шама бар болса, яғни бұл шеңберлер өзара қиылыспайды, бір-біріне ортақ нүктесі жоқ деген сөз. Енді соны жаңағы теореманы қолдана отырып, егер білсек, мағынасына бойынша да, сол шеңберлерді салып алайық бірінші. Яғни бірінші шеңбер берілген дейміз. Мынау бізде бірінші шеңбер болсын. Радиустардың қосындысынан үлкен болып тұрса, центрлердің арақашықтығы. Неше екінші центр екеуінің ортақ нүктесі жоқ. Бізде үлкенірек шеңбер болсын. Бірдей шеңбер салсақ та болады, маңызды емес. Екеуінің арақашықтығы O1 болсын центрі, мынаның центрі O2. O1 O2 D-ға тең дейді. Және ол R1 қосылған R2-ден қосындысынан үлкен. Шынымен де, мынау бізде R1 болсын, мына аралық бізде R2 болсын. Ал мына жалпы R1, мынау R2 ғой. Жалпы екеуінің арақашықтығы D. Қосындыдан үлкен, мына екеуінің қоссақ, тағы да міне артық арақашықтық бар. Осы шеңберлер жатқан нүктелердің ең кіші және ең үлкен арақашықтықтарын табыңдар дейді. Шеңберлердің бірден байқауға болады, ең жақын арақашықтық, ең кіші арақашықтық, ол міне сыртқы екі, осы арақашықтық, мынау ең кіші. Ал ең үлкен арақашықтық, ол әрине ең екі шеткі нүктесін қосатын арақашықтық. Ең кішіні бірінші тауып алайық. Ең кіші арақашықтықты мынаны қалай табамыз? Бізде мына O1 мен O2-ні қосатын кесінді, ол D арақашықтық берілген шама D. Сол D-дан R1-ді және R2-ні азайтып тастасақ, мына бөлік қалады ғой. Сонда D арақашықтықтан азайтамыз. Бірінші R1-ді азайтып тастайық.
одан кейін азайтып тастаймыз r2-ні. Немесе жазуға болады d азайтылған жақшаның ішінде r1 мен r2-ның қосындысын. Жалпы жақшасы осылай. Енді ең үлкен арақашықтықты табайық. Ең үлкен арақашықтық деп мына аралықты айтамыз. Екі ең шеткі нүктелерді қосатын арақашықтық. Бұл ең үлкен арақашықтық. Енді оны қалай табамыз? Мынау бізде центр мен шеткі нүктені қосатын, бұл тағы да r1, бірінші шеңбердің радиусы. Центр мен шеткі нүктені қосатын, ол r2, мынау радиус. Мына центр, екі центрдің арақашықтығы d-ға тең, ол берілген. Яғни r1-ге d арақашықтықты, оған r2-ні қосатын болсақ, біз жалпы ең үлкен арақашықтықты табамыз. Жазамыз сонда r1 қосылған d қосылған r2. Жиырмада 9-шы есеп. Мұнда екі шеңбердің центрлерінің арақашықтығы d және ол r1 мен r2 радиустарының айырымынан кіші дейді. Яғни екі шеңбердің радиустарының арақашықтығы, центрлердің арақашықтығы радиустарының айырымынан да кіші. Ендеше олар жаңағы ортақ нүктелер жоқ, бірінің ішінде бірін жатқан шеңберлер деген сөз. Міне бірінші шеңбер салсақ, оның ондағы r1 үлкен деп тұр, яғни үлкен шеңбердің радиусы r1 болсын. Осыдан r2 радиусты азайтып тастаған мәннен де кіші екі центрдің арақашықтығы. Яғни екі центрдің арақашықтығы міне мынадай. Кішкентай мынау O1 болса, мынау O2 деген сөз. Екіншінің радиусы мынадан сәл үлкендеу болуы мүмкін, осындай. Екінші шеңбердің радиусы болсын. Осындай екі шеңбер берілген. Мынау бірінші шеңбердің центрі, мынау екінші шеңбердің центрі. Осындай шынымен де міне r1-ден r2-ні немесе екі центрден өтетіндей қылып жасау. Мынау r1, мынау r1, мынау r2. Сол екеуін бір-бірінен азайтып тастасақ, айырманың мәні екі центрлердің арақашықтығы кішкентай. Екеуінің айырымы міне мынау. Ол содан да кішкентай болып тұр, центрлердің арақашықтығы шынымен де. Ендеше солай ұқсатып екі шеңбер салып аламын. Теореманы қолданып бірден де сондай шеңбер екенін біліп, суретін салып аламыз. Суретін салсақ, бізге жаңағы шатаспай нақты есептің жауабын алуға болады. Мына бірінші шеңбер болсын, радиусы r1, центрі O1. Енді екінші шеңбер. Екеуінің айттық ортақ нүктесі жоқ. Ендеше екінші шеңбердің радиусын, екеуінің арақашықтығы кішкентай, центрлердің арақашықтығы радиустардың айырымынан да кіші дейді. Екінші шеңбердің центрі міне мына аралықта болсын, мынау O2 болсын. Осы жаңағы центрден екінші шеңберді саламыз осындай. Шамамен ұқсастырып, біздің осындай екінші шеңбер болсын. Осындағы центр шеңберлерді жатқан нүктелердің ең кіші және ең үлкен арақашықтықтарын табыңдар дейді. Бұның радиусы бізде r2, мынау r2-ге тең. Екі центрден де өтетіндей, екінші жаңағы мына бірінші шеңбердің радиусын салуға болады. Мынау r1. Мынау аралық r2. O1 мен O2-ның арасы ол бізде d. Екі центрдің арақашықтығы осындай. Енді шеңберде жатқан нүктелердің ең кіші арақашықтығы бізде ең кіші арақашықтығы. Ол әрине мына арақашықтық, мынау ең кіші арақашықтық. Оны қалай табамыз? Ең кіші арақашықтықты табу үшін
қарайық. Мынау аралық бізде d-ны береді. 1 мен 12-ның арасы. 1 мен мына жерге дейінгі нүкте ол бізде r. Так, мынау емес. 1-ден ең сыртына дейінгі нүкте ол жаңа үлкен шеңбердің радиусы r1. Осы r1-ден d-ны және де мына радиусты азайтып тастасақ, мына бөлік қалады. Сонда r1 ең үлкен радиустан азайтамыз d арақашықтықты мына бөлікті. Және де азайтамыз мына центрден екінші шеңберге дейінгі аралық. Ол бізде r2-ні. Сонда ең кіші мына арақашықтық бөлік қалады. Енді ең үлкен арақашықтықты табайық. Ең үлкен дегеніміз әрине мына сыртқы нүктеден шеңбердің, сол шеңбердің бойындағы нүктеден екінші шеңбердің келесі жақ бөлігіндегі нүктеге дейінгі арақашықтық. Міне мына арақашықтық ең үлкен. Оған дейін мынау 1-ге дейінгі арақашықтық ол бізде r1. r1-ге қосылып тұр тағы да мынау бізде d, екі центрдің арақашықтығы. Екінші центрден келесі шеңберге дейінгі ол бізде радиусты береді r2-ні. Сонда жазамыз r1-ге қосылады d арақашықтық, оған қосылады екінші шеңбердің радиусы. Бұл бізде ең үлкен арақашықтықты береді.